Сәлем, егер де сіз цветной капуста әлі жемеген болсаңыз, немесе ұнатпайтын болсаңыз, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз, өте керемет болады. Дәмі сізге міндетті түрде ұнайды. Ең алдымен цветной капустаны алып, осылай астында өз кесетін шақтары болады, бөлек-бөлек сол жерден кесіп аласыздар. Төбесінен кесіп, майдалап жіберудің қажеті жоқ. Осылай өз бөлек-бөлек тал-тал болып тұрады. Сол жерден әдемілеп бөліп аласыздар. Осылай өзегін алып тастайсыздар мусорға. Енді дайын болған цветной капусталарымыздың размерлері барынша бірдей болу керек, қыздар. Өткен пісіргенде біреу ерте, біреу тез піспеу керек. Оны қайнап тұрған суға кішкене тұзды салып жіберіп, осының ішінде 10 минут қайнатсақ болды. Көп қайнатудың қажеті жоқ, бұл өте тез піседі. Піскеннен кейін осылай бөлек-бөлек байқап, қыздар, сындырып алмай бөлек-бөлек сүзіп алатын боламыз. Кішкене суытамыз, және де суын сырғыту керек, қуырған кезде майға шашырап кетпес үшін. Енді бұл суимын дегенше осының клярын жасайсақ болады. Ол үшін 2 жұмыртқаға тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш татымына қарай қосасыздар да үстіне 2 ас қасық ұн қосасыздар. Және де дайын болған клярдың түрі мен видеода көрсеткенде осындай қоюлықта болады. Қатты қою да емес, қатты сұйық та емес болу керек. Және де осыған батырып алып, аз ғана майда барлық жағын бірдей пісіріп аласыздар, қыздар, қозғап тұрып. Дайын болды, өте керемет болады. Бұны майонезге чеснок араластырып ұсынсаңыздар болады. Және де, қыздар, менің арнама тіркеліп алыңыздар, өйткені қызықты рецептер, лайфхактар өте көп болады.